Дәні мына 10 ауруға ем болады. Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге Захинур арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушының басуды ұмытпаңыздар. 7 дана асқабақтаны сіз күтпеген нәтижеге жеткізеді. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы екені ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы қажетті дәрумендер мен минералдарға толықтырасыз. Әрі көп деген дертке дауа болатын қасиеті бар. Әсіресе асқабақ дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Айталық, асқабақ дәнімен халық емінде жүрек, қан тамыр ауруларын емдейтінін білесіз бе? Одан да басқа 1000 түрлі дертке шипа болады. Нақтырақ айтқанда, қандағы холестеринді реттейді. Жүрек ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес беріледі. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Климакс кезінде ауырлықты болдырмайды. Еттеккір үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды. Гормоналды өзгерістер орын алады. Ал осындай ауырлықты жеңіл өткізгіңіз келе ме? Онда құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай асқабақ дәнін жеуге әдетке айналдырыңыз. Қатерлі ісіктің алдын алады. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыр, сүт безі, тікішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан, қатерлі ісік ауруларына ешқашан шалдықпайтынын растайды. Қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануы тиіс. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, ал көкөніс пен жеміс, буға піскен және қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Ал бұл бағалы дәнде ағзадағы улы заттарды шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады, инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшері өз қалпына келеді. Ерлердің денсаулығын жақсартады. Простатит, қуық безінің қабынуы ер азаматтардың көпшілігінде кездесетін ауру. Аталған ауру денсаулығыңызға ғана емес, өмір сүру қалпыңызға да, төсектегі тірлігіңізге де кері әсерін тигізеді. Ал оның алдын алу үшін бір уыс асқабақ дәнін жеңіз. Емді 3-4 рет күніне қайталау арқылы айықпас дертіңізден айырыласыз. Және артық салмақтан арылтады. Кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні өсімдік ақуызы мен жасұныққа бай. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ерітіп, артық салмақтан арылтады. Көңіл күйді көтереді. Асқабақ дәнін жесеңіз, ағзадағы серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Диетолог мамандар күніне 7 дана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл күйіңізді керемет көтереді дейді. Ішек құрттан тазалайды. Асқабақ дәнінің құрамында кукурбутин, амин қышқылы ішек құрттардың нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыласыз. Буын ауруын қорғайды. Суыққа қарсы күресетін күшке ие асқабақ дәні буын ауруын емдеп, тұз байлануды болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізіп, артық тұзды шығарады. Остеопороз ауруын алдын алады. Кальций, магний және де мырыш элементіне бай асқабақ дәні сүйектің саулығын жақсартады. Сонымен асқабақ дәнінің керемет әрі теңдессіз емдік қасиетімен таныстық. Ендеше аталған аурудың алдын алу үшін ағзаны улайтын химикатты дәрілерді емес, керісінше ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байытатын асқабақ дәнін жеуге әдеттенейік. Егер де сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.